Бұл завод жобаланған кезінде басында бұл құбыр болуы міндет деді. Заводтың жобасы бойынша Қошқар-Атаға осы жерден ағын сулар төгіп отырған кезінде. Бірақ технологиялардың дамуы бізге ол ағын суларды өңдеуге толықтай мүмкіндік берген кезі дәл қазір болып отыр. Осы биылғы жылы біз барлық қолдағы бар қолданыстағы технологияларды қолдана отырып, заводтан шығатын жерасты сулары бар, заводтан шығатын өзге де суларды технологияға бұрып, дәл қазіргі жағдайда су тапшылығы кезінде біз оны оңтайлы пайдаланып отырмыз. Іштегі өзіміздің қажеттіліктерімізді частично осы сумен жауып отыр. Және де қазіргі таңда бізде суда кері осмос технологиясы бар, ион обменні жәндегі смолалар қолданып отырып тазалау технологиясы бар. Соның бәрі толыққанды жұмыс атқарып тұр. Және де бізге бұл құбырдың қажеттілігін қазіргі таңда қажеттілігін жоққа шығарды, былайша айтқанда. Сол технологиялар арқасында біз бұл құбырдың тиімсіз екенін, тіпті қажет емес екендігін қазір осы таңда кесіп, халықтың шағымы бар. Және ең басты назарда тұрған не, ол экология департаментінің бізге берген нұсқамасын орындау болды. Алдында біздің арамызда осы деңгейге жету үшін 3 жылға меморандум құрылды. Сол меморандумның талаптарын орындауға біз міндетті болдық. Сол талаптарды біз толыққанды орындадық. Халықтың талабы әрине орынды. Неге? Себебі олар өзінің өмір сүріп жатқан жерінде ауаның сапасы, судың сапасы міндетті түрде өйткені қанағаттанарлық жағдайда болу керек. Себебі ояқта бала шағалар бар. Біздің де өзіміздің де ағайын туысқанымыз, өзіміз де сол жерде тұрамыз. Міндетті түрде талаптар орынды деп санаймын. Заманауи технологияның екі түрі енгізілді. Біреусі көп жағдайда, шын айтқан кезде, қолданылатын отандық дегенмен де ішіндегі элементтердің көбісі шетелдік болып тұр. Жобалау жұмыстарын, мысалы, отандық институттар тарсақ, кейбір жобалар Союздың кезінен қалған жобалар, бірақ біз соны жаңғырттық. Қазіргі жәндегі басқару жүйелері бар, солардың бәрін біз қолдана отырып, тиімді жағын пайдаланып, біз сол қондырғыларды іске қостық. Кері осмос технологиясы, мысалы, Қытайдан келіп, оны жасырудың ешқандай қажеті жоқ.